Өткен жылы Түркістан облысында ауыл аманаты бағдарламасымен 19,8 миллиард теңгеге 3200-ден астам жоба қаржыландырылды. Жоба аясында 16 ауданда жаңадан 75 кооператив құрылды. Нәтижесінде 3413 жаңа жұмыс орны ашылды. Отырар ауданы талапты елді мекенінің тұрғыны Нұрбол Махамбетов өткен жылы ауыл аманаты жобасы аясында 7,5 миллион теңге несие алыпты. Оған үйіргелік жерден 4 бассейн қазып, балық өсіруді қолға алған. Тереңдігі 20 метр құдық қазып, мотормен су шығарған шаруа кәсіп бастағанына дән риза. Әрқайсында 3,5 мен 4 мыңдай іштік бар. Шабақтар бар. 70 грамм мен 150 грамм аралығында. Құдай қаласа жазға қарай келесі жылы табарныйға жетеді, сатылуға сөзі шығады. 1 кило, 1 кило 200, 1 кило 1,5 кило болуы мүмкін. Болашақта осын 20-ға жеткізу. 20 қазандық осы жерден. Шарбақтың ішінен. Одан кейін арғыдай көлге құдай қаласа ауысамыз. Өте көп қызығы батқандар. 2,5% несие алғандардың бірі Отырар елді мекенінің тұрғыны Ғабит Ермегұлы. Шаруа 7,5 миллион теңге несиеге аңгус тұқымды 15 бас ірі қара сатып алған. Әрқайсысын 500 мың теңгеден алыпты. Қазір буаз сиырларды күтіп баптап отыр. Местный малдарға қарағанда бұл шөпті талғамайды, ауа райына да бейім. Құдай қаласа осы балдың басын көбейтіп, ауса кәсіптарға жалғастырып дамысын ба деген ниетім бар. Мына мүлкімізді қойып, соның есінен алып, ешқандай қиындықтар болған жоқ. Бәрі ойдағыдай жылдам тез алындық. Бағдарлама өте халыққа ыңғайланып жасалған ғой негізі. Ауылдың әл-ауқатын көтеру мақсатында, кәсіппен айналыссын деген мақсатта беріліп отқан өте жеңілдік несиелер. Ауыл аманаты жобасының игілігін көргендердің бірі Біржан Жүнісов. Балтакөл ауылының тұрғыны 8 миллион теңге несие алған. Оған наубайхана ашып, нан пісіретін пеш, қамыр илейтін құрылғы сатып алыпты. Қазір сұранысқа ие нан өнімдерін шығарып жатыр. Әзірге дүкендерге, ауылдағы, көрші ауылдағы дүкендерге өткізіп жатырмыз. Сосын ауылдан ас жиындар болса, солар жеке тапсырыс берсе, сол бір 300-350 сол жобада жауып жатырмыз қазір. Дүкендерге неге 100 теңгеден өткізем, үйден 110-нан сатып жатырмын. Болашақта жоспар енді кеңейту осыны. Басқада нан өнімдерін қосымша. Бұлғанан бар бөлішке. Мемлекеттен жеңілдетілген несие алып өз кәсібін ашқан ауыл тұрғындарының жобасымен танысқан министрлік өкілдері жүзеге асқан барлық жобалар тұрғындардың табысын арттырып қана қоймай, ауыл шаруашылығын дамытуға септігін тигізетінін айтады. Себебі бұған дейін 2,5% несие берілген емес. Нәтижесінде өңірдегі 64 ауылдық округте 3256 жоба қаржыландырылып, қосымша 30 миллиард теңгенің өнімін өндіру көзделіп отыр. Бұл дегеніміз өте үлкен жұмыс, және де осы нәтижеге қарап, осындай кәсіпкерлердің ынтасын байқап, біз 24-ші жылда ауыл аманаты бағдарламасына тағы да 100 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отырмыз. Жобалар пулын қарастырып, олармен танысып отырмыз. Яғни тағы да бір уақыт өткеннен кейін жергілікті болсын, республикалық болсын, журналистерді шақырып, аймақтық жобаларды біз тағы да көрсететін боламыз. Айта кетейік, ауыл аманаты бағдарламасы мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асты. Басты мақсаты ауыл тұрғындарының табысын арттыру. Өткен жылдың қорытындысымен бағдарлама аясында еліміз бойынша 75-те 5 миллиард теңгеге 12200 жоба қаржыландырылған. Жаңадан 291 кооператив құрылып, 12 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары ашылған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.